Шығыстың қос жұлдызының бірі Әлия Молдағұлованы еске алуға арналған халықаралық турнир тұңғыш рет ұйымдастырылды. Байрақты бәсекеге 150-ден астам спортшы жиналды. Тек еліміздің әр өңірінен 90-ға жоқ үміткер келді. Арасында талай жарыстарда топ жарып, жүлде алған отандастарымыз да бар. Астанадан команда ұйымдастырып, командамен келдік. Осы Ақтөбеде бірінші рет осы жарыс ұйымдастырылып жатыр. Осындай жарыстар жиі ұйымдастырылып тұрса, спортсмендер өздерінің тәжірибелерін жақсы шыңдайды. Жарыс 2 күн қатарынан өтті. Осы уақыт аралығында спортшылар 7 салмақ дәрежесі бойынша бақ сынады. Жалпы Қазақстанда бұл спорт түріне жастардың қызығушылығы артқан. Рио Олимпиадасында 2-1 отандасымыздың жүлде қоржынын толықтырғаны бұған себеп. Биыл ерлер арасында ғана өтіп жатыр, келесі жылдан енді бастап әйел арасында, ерлердің арасында өтеді деп ойлаймыз. Келесі жылдан ой бар, енді мастерский турнир болса. Дзюдо күресі біздің Қазақстанда қазір өздеріңіз көріп отырсыз дамытып жатыр. Мына Ақтөбенің өзін алсақ, сіздерде Шахаров Асқат деген 2001 жылы күміс қола жүлдегері болған. Ибраев Рустем деген күміс жүлдегері болып отыр. Ойлаймын, болашақта да осы жарыстан балалар көтеріліп, әлде де жақсы мықты спортшылар шығады деп, Олимпиададан жеңімпаздар шығады деп ойлаймын. Ұйымдастырушылардың айтуынша, енді турнир жыл сайын дәстүрлі түрде өтпек. Себебі дзюдо күресіне қатысушылардың саны елімізде жыл санап артып келеді. Ануарбек Мырзатайұлы, Нұрбек Отаров, Қазақстан, Ақтөбе.